Саламатсыздар, қазақ елі. Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар мен ата-аналар. Іле ауданы 42-ші орта мектептің ата-анасы Жакупова Жазира боламын. Бала тәрбиесі жөнінде өзіміздің рөліміз бірінші орында екенін әрқашанда ұмытпауымыз керек. Біз балаларымызды тек киіндіріп, ішіндіріп, өзіміз ұстамаған телефонды алып беріп, сонымен ғана шектелмей, баламыздың үйде де орны бөлек екенін, соныменен ақылдасып, үйдегі мәселелерді соны да қатыстырып, баламызды да қатыстырып, бірге шешім қабылдап, өзінің рухын көтере білсек, мына қазіргі қоғамымызда бой алып бара жатқан өз-өзіне қол жұмсау деген жаман індеттен аулақ болар едік. Балаларымызға көңіл бөлейік. Олардың ұялы телефондарында кімдермен дос, кімдермен хабарласып, кімдермен сөйлеседі, қандай тақырыпта сөйлесетінін біле жүрейік. Әрине біз өзімізді таңның атысы, күннің батысы жұмыстамыз деген сылтауымызбенен ақтаймыз. Бірақ та балаға да уақыт бөліп, жарты сағат, бір сағат, досы кім, ұстазымен қалай, қоғамда орны қандай екенін білсек, біз соған қарай баламыздың тәрбиесін тәрбиелей білерміз деп ойлаймын. Ал енді еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, бала-шағамыз аман болсын, аналар жыламасын. Ел іргесі аман, туымыз биік, тұғырымыз берік болсын.